Құрметті отандастар, алдағы жексенбі күні елімізде жаңа бір палаталы құрылтайдың алғашқы сайлауы өтеді. Бұл ұлт тағдырына тікелей әсер ететін тарихи оқиға. Еліміз соңғы жылдары ауқымды реформаларды жүзеге асырып, жарқын болашаққа батыл қадам басып келеді. Біз бірлік пен келісімнің және ынтымақтың арқасында әділетті Қазақстанды құру ісінде зор жетістікке жеттік. Халық конституциясы күшіне енді. Еліміздің даму бағдары өзгерді. Дегенмен, атқаратын жұмыс әлі де көп. Бұл сайлау халқымыздың игілігіне қызмет ететін тың реформаларға бастау болып, қазіргі Қазақстан жылнамасындағы жаңа кезеңге жол ашады. Мен партиялардың барлығы дайындық жұмыстарын тиісті деңгейде жүргізу үшін құрылтай сайлау өтетін уақытты ертерек хабарладым. Сондықтан құрылтайдың алғашқы сайлау науқаны мазмұнды, ашық, бәсекеге толы әрі өркениетті сипатта өтті. Ел азаматтарының сайлау туралы пікірі осындай болды. Бұл сайлау ел тарихындағы ең тартысты науқандардың бірі ретінде есте қалатыны анық. Партиялар сайлаушылармен кездесу кезінде, сондай-ақ ақпараттағы үгіт-насихат, жалпы ұлттық теледебаттар, әлеуметтік желідегі пікір таластар барысында өз бағдарламаларын кеңінен әрі дәйекті түрде таныстырды. Бір сөзбен, азаматтарымыз партиялардың ел болашағына қатысты ұстанымын мұқият зерделеуге мүмкіндік алды. Саяси ұйымдардың экономикадан бастап, мәдениет саласына дейін қамтыған бастамаларын бағалап бағамдады. Сайлау алды науқан еліміздегі қоғамдық күн тәртібі өзгергенін, жасампаздық пен өркендеу идеясы мемлекет саясатының арқауына айналғанын айқын көрсетті. Жұрт алдына жаңа тұлғалар шықты, ұтымды ұсыныстар айтыла бастады. Бұл түбегейлі саяси жаңғырумен қатар ұлтымыздың қайта жаңданған пассионарлық қуатын танытатын маңызды нышан. Қоғамдық пікір таласқа жастарымыз, кәсіби қауымдастық өкілдері мен кәсіпкерлер де белсенді қатысты. Мемлекет басшысы ретінде баршаңызға зор ризашылығымды білдіремін. Жалпы халқымыздың саяси мәдениеті артып, жұртымыз мемлекеттік басқару ісіне атсалыса бастады. Бұл біз бір ел болып жүргізген реформалардың тікелей нәтижесі екені сөзсіз. Азаматтарымыз қастерлі отанымыздың тағдырына шынайы жанашырлық танытып, еліміздің келешегіне жауапты екенін терең сезінуге тиіс. Сонда ғана Қазақстан одан әрі қарыштап дамиды. Сайлау науқаны отандық және халықаралық байқаушылардың жіті назарында болды. Олар дауыс беру күнінде учаскелерде болады. Біз заң мен тәртіп қағидаты үстемдік құратын, халық үніне құлақ асатын, саяси және қоғамдық институттары тиімді жұмыс істейтін мемлекет құрып жатырмыз. Жалпы халықтық дауыс берудің қорытындысы бойынша құрылтайға кәсіби мамандар мен отаншыл азаматтар сайланады деп кәміл сенемін. Құрылтай әр алуан көзқарас пен ұлт келешегі жолындағы ұмтылыстар тоғысатын бір тұтас алаң болуға тиіс. Осылайша құрылтай ел жаңғыруына тың серпін беретін құрылымға айналмақ. Біз геосаяси шиеленіс ширығып, жаһандық сын-қатерлер күшейе түскен кезеңде бет алған бағытымыздан таймай, тек алға қарай жүруіміз қажет. Қазақстанды әлемдегі нағыз озық мемлекеттердің қатарына қосу үшін ауқымды жұмыс атқаруымыз керек. Яғни, ұлттық стратегиямызды табысты жүзеге асыруымыз қажет. Адамдар көп жағдайда қабылданған маңызды шешімдердің шынайы құндылығын жылдар өткен соң ғана түсінеді. Алдағы жексенбі ел тағдыры үшін дәл осындай бетбұрысты сәт болады. Біз
Қазақстан тарихындағы жаңа кезеңге қадам басамыз. Осындай тағдыр шешті сәтте әр адамның дауысы маңызды екені сөзсіз. Құрметті отандастар, еліміздің келешегі әр азаматтың саналы таңдауына байланысты болмақ. Сайлауға қатысу дегеніміз халықтың өз ықтиярын білдіру, ел тағдырына бейжай қарамай, азаматтық жауапкершілік таныту, ел игілігі үшін өнегелі іс жасау деген сөз. Дүние жүзінде миллиондаған адам өз сайлау құқығы үшін күресуде. Қазақта келісіп пішкен тон келте болмас деген мақал бар. Азаматтарды, әсіресе жастарды сайлауға келіп, өз таңдауын жасауға, яғни Қазақстанның табысты дамуына үлес қосуға шақырамын. Халқымыздың дауысы қастерлі отанымыздың тұғырын бекемдеуге, нағыз озық ел болуымызға тікелей ықпал етері анық. Баршаңызға амандық және табыс тілеймін. Отанымыз Қазақстан Республикасы жасасын.